Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіз. Мен сіздерге бүгін үйіңізде ақша көп болу үшін аптаның әр күні жасауға болатын наным сенімдері туралы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Жұма күні адамдар мен жаратушыға сәтті апта үшін алғыс айту күні. Бұл күні сіз кез келген нәрсені сата және сатып ала аласыз. Себебі олардың барлығы сәтті әрі тиімді операция болады. Әр жаңа бастама сәтті аяқталады. Бизнес ашу, тауар ауыстыру деген сияқты. Бұл күнге мынандай амал тәсілдер бар. Бірінші, бұл күні қаржылық тұрғыдан қиындыққа тап болмауыңыз үшін шашыңызды жуып, тырнақтарыңызды аудан аулақ болыңыз. Күні бойы ақшаны көптеп есептеңіз. Сонымен қатар әмиянға тиын салуды ұмытпаңыз. Бұл тиын сіздің туған жылыңызда басылған тиын болу керек. Бұл күні жасалған қайырымдылық, игі істерге жұмсалған кез келген шығыныңыз үйге ақша тартатын болады. Егер үйде кран ағып тұрса, оны жұмада жөндеңіз. Сөйтіп, осы күні жұмсалған қаржыңыз үйге бірнеше есе көлемде оралатын болады. Жұмаға махаббат пен сұлулық планетасы Шолпан, Венера ықпал етеді. Сонымен бірге қаржылық табысты арттыру үшін барлық жақыныңызды дастарханға шақырып, дәмді тағамнан ауыз тигізіңіз. Сондай-ақ сіз ақшаңызды жұмсауды осы күні еш кедергісіз жоспарлай аласыз. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.